шүкіршілік етуді ұмытпа. Адам өзінің кішкентай лашық үйінде тұрса да, сол жерден бір артықшылықты көріп, өзіне ыңғайлы етіп, жайлылықты жасау керек екен. Сонда барып өзіңізге де, жақындарыңызға да мейірім мен тыныштықты сыйлай аласыз. Ханның сарайында үйде тұрғандардың да баратын жері өлім, жататын жері төрт бұрышты қара жер. Өмірді лайықты сүру үшін әр сәтті уақытында бағалау, уақытында арманыңды іске асыруға талпыну, еркіндікті сезіну. Кімді жақсы көресің, айт. Балаларыңа мейірім бер, жақсы көр, құшақта. Ата-анаңа риза бол. Кімді ренжіттің, ұмыт. Жан-жағыңа күле қара. Біреуді өсектеуден аулақ бол. Бастысы осының бәрін берген Аллаға шүкіршілік етуді ұмытпа.